Сәлем достар, брауни шоколадты печеньесін жасаймын. Өте оңай жасалады және тәтті жұмсақ болады. Ұнаса менімен бірге жасап көріңіз, видеоның соңына дейін қараңыз. Алдымен шұңғыл ыдысқа сармайды және де шоколадты қосып, отта ерітетін боламыз, үздіксіз араластырып тұрамыз. Енді бөлек ыдысқа 3 жұмыртқаны саламыз және үстіне қантты қосып жақсылап араластырамыз. Енді осылай араластырып алдық. Біздің шоколад пен сармаймыз еріді. Енді осы шоколад пен сармайды жаңағы массамызға қосып араластырамыз. Достар, осылай араластырып алғаннан соң, енді келесі ингредиентіміз ұн, какао және қопсықышты барлығын бір ыдыста араластырып қосамыз. Енді қоюланғанша араластырып тұру керек. Достар, енді біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырларды бөліктерге бөліп, пергаменттің үстіне салатын боламыз. Қасықпен салуға болады. Осылай саламыз және пергаментті майлаудың қажеті жоқ, себебі ол жабыспайды. Және осылай салғаннан соң өзі үлкейеді. Осылай барлығын салып шығамыз. 9 штук шықты. Менде шамалы басып жібересіздер. Пеште пісіргенде де өзі үлкейеді және үстінен басып осылай жібересіздер. Печеньелерімізді біз 180 градуста 15 минут пісіреміз. Достар, сонымен біздің печеньелеріміз дайын болды. Печеньені әсемдігі үшін бетіне сахарный пудра, яғни қант ұнтағын себіп жібердім. Осылай себуге болады қант ұнтағын. Осылай сонымен біздің брауни печеньелеріміз дайын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Арнаға тіркеліп, үлпілді басып, өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.